Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Амангүл Жұмабек қызы. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын етті бәліш дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Пирогымыздың қамырына ұн, қаймақ, ерітілген сары май, қопсытқыш және жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен ұнымызға қопсытқышымызды салып, бір араластырып аламыз. Кейін үстіне бір жұмыртқамыз бен қаймағымызды салып, және сары майымызды құйып, қамыр елейтін боламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды мешокқа салып, салмасын дайындағанша тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына тартылған ет, жуа, көк жуа, бұл міндетті емес, жұмыртқа, тұз, бұрыш және дәмдеуіштер және бөлме температурасындағы сары май қажет болады. Ең алдымен пиязымызды ұсақтап, көбектеп турап аламыз. Кейін көк жуамызды да дәл солай ұсақтап тураймыз. Енді осы тартылған етімізге жұмыртқамызды, тұз бұрышымызды, жуамызды, көк жуамызды барлығын біріктіреміз. Және жақсылап араластырып аламыз. Және үстіне ерітілген сары майымызды да саламыз. Видеода көрсетілмеген. Кейін үстіне дәмдеуіштеріміз саламыз. Мен тартылған етке арналған дәмдеуіш және зира салдым. Зираны аз мөлшерде салсаңыз да болады. Біздер көп болғанын жақсы көреміз, сондықтан көп мөлшерде салдым. Кейін барлығын тағы да жақсылап араластырып аламыз. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, екіге бөліп аламыз. Бір жағын аздау, бір жағын көптеу етіп бөліңіздер. Енді осы қамырымызды формамызға жеткенше жайып аламыз. Енді формамызды алып, асты жабысып қалмау үшін кішкене май жағып дайындап аламыз. Илеген қамырымызды оқтаудың көмегімен жинап алып, формамызға жайғастырамыз. Енді үстіне салмасын саламыз және барлық жерде жеткенше жағып шығамыз. Енді беткі қамырын жайып шығатын боламыз. Қамырымызды видеодағыдай салмамыздың үстіне орналастырамыз және қалауымызша шеттерін түйіп шығамыз. Қамырымызды түйіп шықтық. Енді дәл ортасынан, дәл осы видеодағыдай кішкене кесіп шығамыз. Бұл біздің пирогымызға ауа барып тұру үшін тез пісуіне көмектеседі. Енді қамырымыздың бетін жұмыртқаның сарысымен барлық жеріне жеткенше жағып шығамыз. Және бетіне күнжіт сеуіп шығамыз. Осы уақытта пешімізді 150-180 градусқа қыздырып қоямыз. Пирогымыз дайын болды. Енді қызып тұрған пеште 40-50 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің етті бәлішіміз дайын болды. Өте жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен асығыстау болған соң сәл пештен ертерек алып қойдым. Әрі дүкеннің еті болған соң қызылдау болып тұр. Бірақ дәмі өте керемет болып шықты. Достар, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Амангүл Жұмабек қызы. Астарыңыз дәмді болсын.